Сәлем достар. Мынау фитбол өте пайдалы, денемізге бұлшық еттердің барлық жағын қосады. Сондықтан үйде бар болса өте жақсы, ал егер жоқ болса, міндетті түрде осы шарды, фитболды алып қойыңыздар. Себебі ол сиқырлы шар десек те болады. Ал кеттік, бастайық. Үстіне отырамыз, аяғымызды алдыға қарай қоямыз, денемізді тік ұстаймыз, сосын секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бөксемізді айналдырамыз, аяғымызды ары қарай қоямыз, кішкене ара қашықтығын ашамыз. 4. Басқа жаққа бөксемізді айналдырамыз. Бұл жерде жамбастың төменгі бұлшық еттері қозғалысқа түседі. Жақсы. У кого опущение, қыздар, у кого несдержание, да, мочевого пузыря өте жақсы көмектеседі. Жақсы, кеттік. Басымызды жоғары созамыз, қолымызды ашамыз, жабамыз. Ашамыз кеудемізді. Бұл жерде таз артқа қарай, алдыға қарай, артқа, алдыға қарай барлығы қосылады. Керемет. Енді оң жаққа созыламыз. 2, терең тыныс аламыз. 3, және де 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Енді қолымызды алдыға қарай қоямыз да 1, 2, алдыға, артқа қарай таз жұмыс істейді. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Өте тамаша, керемет, қыздар. Аяғымызды, оң аяғымыз көтереміз, сол аяқты көтереміз. Кішкене қиындау, баланс болмаса. Байқаңыздар, шардың үстінде отырған кезде равновесие, баланс дегенді ұмытпаймыз. Егер төбеңіз ұмтылатын болса, жоғарыға қарай, ол кезде құлап кетпейсіздер, баланста керемет болады. Енді жатамыз фитболға, ақырын байқап жатамыз. Енді кеудеміз ашылады, фитболға жатқан кезде ашылады кеудеміз. Біртіндеп көтереміз. 1. Бұл жерде прямые мышцы животта дейді ғой, сол қосылады сізге. 2. Сосын жоғары көтерілген кезде, мына жерде ямочка пайда болса, значит дұрыс жасап жатқан жоқсыздар. Жақсы. Маған кері байланысқа шықсаңыздар болады. Ямочка шықпас үшін қалай жасауға болатынын. Маған инстаграмға жазыңыздар, ютубтан көрсеңіздер, ютубқа жазыңыздар. Жақсы ма? Кеттік, жоғары қараймыз. 1, 2, 3. Ротация. Төмен түскен сайын жоғары көтерілу де қиындау болады. Сондықтан да сіздерге айтатыным, шарды сәл жоғары қарай қойсаңыздар, таз астынаға кететті, сәл ғана өздеріңізге қиын болмас үшін, сәл ғана көтерілесіздер. Кеуде керемет ашылады бұл жерде. 3, 4. Можете кішкене задержаться. Демалып, біраз тыныс алып жатсаңыздар да болады. Ары қарай кеттік. Шарға былай жатамыз. Енді міне осылай көрсетсем болады. Міне қолымызды созамызда алдыға қарай ұмтыламыз. 1, 2, тағы да ары қарай созылсақ болады. 3, 4, жақсы. 5, 6, 7, 8. Енді тағы да бір нұсқасы бар. Бөксені түсіру. Бөксені түсіреміз. Міне стенді де ұстап тұрсақ болады. Егер ыңғайсыз болса, бөксені түсіреміз, ашамыз. Бұл жерде, бұл сәл қиындау, оңай көрінгенмен қиындау. Бұл жерде қолыңыз мықты болу керек, қолыңызды ұстап тұру керексіз өзіңізді. Жақсы ма? Енді фитболға жатамыз. Міне ішімізбен жатамыз фитболға. Сосын оң қолды және сол аяқты көтереміз.
Аха. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Футболдың үстіне жатып, ары қарай тартыламыз. Бұл жерде керемет іске қосылады. Жақсы ма? Енді былай көрсетсем болады. Қараңыздар, міне. Міне, былай көрінсе, жақсы болады. Міне, футболдың үстінде жатырмыз ғой. Оң аяқты көтереміз. Оң қол, сол аяқ. Сосын сол қол, оң аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Керемет. Енді қараңыздар. Тағы да көрсетем. Бұл жерде енді аяқ голениді қоясыз. Міне. Қараңыз, міне. Қол в локтях. Міне. Осылай тұрамыз. Планка ғой бұл. Бұл жерде баланы ұстау тоже оңай емес, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Енді қолымызға тұрамыз, алақанымызға. Енді допты өзімізге қарай тартамыз. 1. Обязательно мынандай не скользящий носки кию керек. Онда жоқ болса, онда кроссовки киеміз, қыздар. 1. Асықпаймыз. 2. 3. Жақсы. 4. Керемет. 5. Бұл жерде терең жатқан іштің бұлшық еттері іске қосылады. Жұмыс істей бастайды. Керемет. 3. 4. Жақсы. Келесі жаттығуға көшеміз. Енді коврикқа жатамыз. Коврикқа шетімізбен жатамыз. Боком дейді ғой. Мячикті аяғымыздың ортасына қоямыз. Сосын жібереміз, төмен қарай түсіреміз. Енді мына мячикті аяғымыздың екі ортасына қойып қысамыз. Жақсы ма? Бұл жерде дұрыс демалсаңыз, кеудемен емес бұлай деп, іштің төменгі жағымен демалу керек те, қысу керек. 1, 2, 3, 4, 5, жақсы, 6, 7. Бұл жаттығулар, қыздар, еңді бастап жатқан адамдарға да жақсы. Және де продолжающий, даже мен өзім фитнес-тренер бола тұра, бұл жаттығу маған да өте пайдалы. Менің де мышцаларым барлығы қосылып, екі аяғымның ортасы қызып жатыр. Себебі біздің ляшка дейді ғой, соның ортаңғы жағы әлсіз болады, бұлшық еттері. Сол қосылады. И және де тазовое дно дейді, орысша тағы да айтайын, жамбастың төменгі бұлшық еттері іске қосылады. Жақсы ма? Енді біз мына тіземіздің екі ортасына шарды қысып тұрып, қолымызды бір-бірлеп төмен түсіреміз. 1, 2, сол қолымызды түсірдік, оң қолымызды түсіреміз. 3, жақсы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет, қыздар. Осылай ұстап тұрамыз да тағы да қысамыз. Қолымызды жерге қоямыз, опора болу керек. 1, 2, 3, 4. Іште ямочка пайда болмау керек. Расслабленный түрде болу керек. Іш вообще напрягаться етпеу керек. Жақсы ма? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қысамызда ұстап тұрамыз 4 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускаем.
Жақсы, керемет қыздар. Енді аяғымызды фитболдың үстіне қойып, мен сәл былай жылжайын. Аяғымызды фитболдың үстіне қойып, қолымыз полда, енді бөксемізді көтереміз жоғарыға қарай, жамбасымызды көтереміз. 1, 2, 3, жақсы. 4, терең демалып жатырмын, байқадыңдар ма қыздар? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. Енді аяғымызды қоямыз лягушкаға. Осы бетте тағы да көтереміз бөксемізді. 1, 2. Обязательно опора қоямыз қолымызды. 3. Мячик ары бері кет қалмасын. 4. 5, 6, 7, 8. Керемет қыздар. Менімен бірге жасап жатсаңдар, нұр үстіне нұр болады. Енді фитболды аяғымызға қоямыз да, енді жоғары көтереміз. 1, ұстап тұрамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Енді фитболды артаман жібереміз да. Енді өзімізге қарай домалатамыз. 1, бөксемізді көтереміз. 1, ұстап тұрмын. Жақсы. 2. Көрдіңіздер ма? Мен өзімде де баланс бұл жерде прям күшті болу керек, мықты. 3. 4, бөксемізді көтереміз. Жақсы. Дене полностью қызып жатыр, қыздар. 5. 6, 7, 8. Керемет. Енді оң аяғымызды сол аяғымыздың үстіне қоямыз и тартамыз. 1, былай растяжка жасаймыз. Қолымызбен мына тіземізді итереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И өзімізге қарай созамыз оң аяғымызды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И келесі аяқ. Мына тіземін тартамыз. 1, итереміз сол тіземізді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы. Енді өзімізге қарай созамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Керемет қыздар. Енді енді қайтадан созыламыз қыздар. Міне, көрсетем. Бұлай қарай мячикті артаманырақ қоямыз да өзімізбен. И максимально төмен созамыз да кеудемізді ашамыз. Қыздар, кеудеміз ашылса, біздің бетіміздегі, мойнымыздағы бұлшықеттер іске қосылады. Жақсы ма? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мен әр омыртқа созылғанын өзім сезініп жатырмын. Сіздер де сезінген болған сияқтысыңдар, қыздар. Керемет. Қыздар, фитболмен түрлі жаттығулар жасауға болады. Осы комплекс өте тиімді және де тез болғандықтан максимально көрсетіп шықтым. Бүкіл дене қозғалыста түсті, бүкіл бұлшық еттерім іске қосылды. Сондықтан да жиі жасап тұруға кеңес беремін. Ал енді басқа да жаттығуларға қосылғыларыңыз келсе, менің марафоныма қосылсаңыздар болады. Комментарийге марафон деп жазсаңыз, сіздерге сообщение келеді, ссылка келеді, қосылып ақпарат алсаңыздар болады. Іске сәт!